Қасиетті Рамазан айы міне өз мәресіне жетіп келе жатыр. Бірақ мәселе бұнда емес, мәселе бізде. Біз осы 2 аптаның ішінде қандай жетістікке жеттік? Не жаттадық, не үйрендік? Қандай кітап оқыдық? Әлде Рамазан айы сол ауызашармен уақыт өтіп жатыр ма? Неше рет біз салауат айттық пайғамбарымызға? Неше мың салауат айтып үлгердік? Таның құрметі мұхтарам жамағат, уақытымызды біз бос өткізбейік. Ана бір кісілердің сөзі бар, оны жиі қайталаймын. Мына ұялы телефонға бөлген уақытты адам баласы Құранға бөлетін болса, екінің бірі баяғыда Құран жаттап кетер еді деген екен. Сондықтан ұялы телефонды хатым қылмай қойыңыздар, қажет емес. Әлеуметтік желіні оқып одан хатым түсірмейсіз, ол сіздерге пайда болмайды, зияннан басқа. Неге? Ол жерде шындық жоқ қой. Шындық ақиқат Құранда. Түсінем, егерде бір ұстаздың уағызын тыңдап, оны конспектке жазып, соны біреуге жеткізуге тырыссаң, онда түсінем. Аллаға шүкір, онда қызығып қараймыз ондай адамға. Ал енді жай ғана біреудің анасы бүйтіп қапты, біреудің мынасы бүйтіп қапты, біреулер ажырасып кетті, біреулер қайдадан қосылыпты, болмаса біреулер андай істепті, мынандай істепті деген нәрсе қажет емес. Ана бір кісі айтады, кәсіпкер адам. Кейбір адамдар болады дейді, өзі үйі таза емес дейді, ауласы кір шашылып жатыр дейді. Бірақ өзі әлемдік жағдайды ойлап отырады дейді. Оның не қажеті бар дейді әлемдік жағдайды? Сенің өз үйің шашылып жатқан кезде дейді. Сондықтан құрметті мұхтарам жамағат, жүрек құбылып тұрушы нәрсе. Біз пендеміз ғой. Мысалы бір жақсылыққа кездіксек, бізден бақытты адам жоқ. Ал егерде бір жамандыққа кезігетін болсақ, бір сынаққа кезігетін болсақ, бүкіл әлемдегі адамның барлығын лағнеттеп, жамандап, ана жерде ғайбаттап, сондай бір нәрсе айтып қоямыз. Жүрек ол құбылып тұрушы нәрсе. Егерде біз жүрегімізді зікірмен, салауатпен, ізгі амалдармен толтыратын болсақ, біз үшін Рамазан айындағы жақсы бір жаттығу болады. Мысалы, арамызда спортшылар бар ғой. Егерде адам баласы үнемі өзін спортшы адам шынығып тұрмаса, не болып кетеді? Техниканың бәрін жоғалтады, мысалы айтқанда. Яки болмаса пайғамбарымыз айтқандай, оққан Құранын, жаттаған Құранын ой елегінен өткізіп қайталап тұрмаса, не болады? Бәрі де ұшып кетеді. Міне сол секілді, құрметті бауырлар, ағалар, Рамазан айында мен ораза ұстадым деп кеуде қақпай қояйық. Бұл кеуде қағатын жер емес. Қай кезде біздің мақтануымызға болады? Егерде бір адам біздің себепкерлігімізбен ораза ұстап кетсе, болмаса бір кітап алып оқитын болса, сол кезде қуанымызға болады. Болмаса біздің себепкерлігімізбен бір адам жаман жолдан тура жолға түсетін болса. Сондықтан құрметті мұхтарам жамағат, пайғамбарымыздың бір сөзі бар. Оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Қияметте, қараңыздар, амалдар өлшенген кезде таразыны ауыр басатын бірден бір амал, ол Алладан қорқу және де көркем мінез деген екен. Ілтипат. Мысалы, қазақта сөз бар ғой, иман жүзді деген сөз бар, ол кімге айтылады? Ол обязательно намаз оқитын адамға айтылмайды, тәрбие көрген адамға айтылады. Мынау бір иман жүзді адам екен деп айтады, мысалы айтқанда. Ол адамның тәрбиелігі бар екендігін айтады. Мына Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың кесенесінде болғандарыңыз бар шығар араларыңызда. Сонда алдыңғы емес, артқы есігінде сөз бар. Кімде-кім
өзін таныса, Раббысын таниды деген екен дейді. Біз Раббымызды қаншалық дәрежеде танып жүрміз? Қаншалық дәрежеде біз танып жүрміз Раббымызды? Тек қана бір белгіленген шаблон, яғни Құран оқу, тәсбих тартумен ғана ма? Жоқ, әлде біз өзге адамдармен жақсы қарым-қатынас шығысып жүрміз ба? Әлде біздің тақуалығымыз осы мешіттің ішінде ғана ма? Сыртында қандаймыз біз білмейміз. Сондықтан пайғамбарымыз айтқандай, тақуалық деген мына жерде деген, жүрегін көрсеткен. Жүрегіміз, Алла не дейді? Хадисі құдсиде, мен бұл әлемге сыймаймын, тек бір мұсылман жүрегіне сыйып кетемін деген екен. Жүрегімізді таза ұстайық. Біз үйімізді қаншалық таза ұстайтын болсақ, сол секілді жүрегімізді таза ұстауымыз керек. Ал оның лас болуына, кір болуына кедергі келтіретін қандай нәрсе? Ол жаңағы әлеуметтік желі. Біреу өсек айтып болса, деп тыңдап қою деген мысалы айтқан, солай ма еді деген секілді мысалы айтқанда. Болмайды ол. Мақұл, жақсы деп отыра беріңіз, мән бермеңіз. Пайғамбарымыз айтады ғой, егер кімде-кім екі жағаның арасындағы нәрсеге ие болатын болса, мен ол адамға не дейді? Жәннатты кепілдік етемін дейді. Біз пендеміз ғой. Баяғыда бір адам бір мынандай тәжірибе жасаған екен. Бір кесе су алады, қара су, кір су. Содан үстіне су құяды. Су құйған кезде әлгі кесенің үстінен таза су құя береді. Не істейді? Су шайыла береді. Ақыры қара су әппақ мұнтаздай таза суға айланады. Сол секілді Рамазан айында келіп біз салауат айтайық, пайғамбарымыздың өмір баянын оқиық, мысалы айтқанда, сөйтіп бір жақсы нәрселер жасайық. Үйдегі аға апайларымыз, әпкелерімізге, қарындастарымызға, ата-аналарымызға қоңырау шалайық, мысалы айтқанда. Мүмкін ол кісілер ораза ұстамауы мүмкін. Мүмкін бізді түсінбеуі мүмкін, бірақ та сен звонда да хабарлас. Ораза қабыл болсын де. Алла сауапқа жасына бір пашка құрма апарып берші, бір 500 теңге, 1000 теңге құрма ғой, мысалы 2-3 мың теңгелік құрма. Құрма апарып берші, осы ораза қабыл болсын, бір жақсылық жасашы, нәпсіңді кішкене бүйтіп тұртшы. Сонда сен оразаң дәмін көресің, пайдасын көресің. Сондықтан құрметті мұхтарам жамағат, Рамазан айы бұл көркем мінез, Алладан қорқу көркем мінез айы. Пайғамбарымыздың бір сөзімен аяқтайық. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам өз сөзінде былай дейді: бір-бірлеріңді күндемеңдер, бір-бірлеріңе қымбат сатпаңдар, бір-бірлеріңді жек көрмеңдер, бір-бірлеріңе теріс айналмаңдар, бір-бірлеріңнің саудаларını бұзбаңдар, бір-біріңе бауыр болыңдар. О Алланың құлдары, мұсылманның бауыры оған зұлымды қылмайды, оны көмексіз қалдырмайды, оны төмендетпейді. Тақуалық мұнда деп 3 рет пайғамбарымыз кеудесіне нұсқаған екен. Бір кісіге жеткілікті жамандық оның мұсылманның бауырын төмендетуі дейді. Мұсылманға қаны, малы және намысы арам етілген дейді. Бұны қазақ атамыз не дейді? Ала жібітті аттама деген дейді. Біреудің ала жібін аттама деп қалдырған. Пайғамбарымыздың бүкіл хадисі, Құранның аяты атам қазақ 2 ауыз сөзге сыйдыра салған. Біреудің ала жібін аттама деген екен. Ең қиын дүние. Оның ақысына кіруге болмайды. Оған жаңа былайша айтқандағы мазақтап, прикол ұстауға болмайды. Болмаса бір нәрсесімен кемсітуге болмайды, құрметті жамағат. Алла тағала осы Рамазан айында баршамызға береке бірлік нәсіп етсін, қателігімізді кешірсін. Былайша айтқанда, атам қазақ айтқандай, бір-бірімізді қияметке дейін батыр деп жүрейік. Айтады ғой, болар елдің балалары бір-бірін батыр дейді осы сөзімізді. Бір-бірімізге жиі айтып жүрейік, сәлемімізді жайып жүрейік бір-бірімізге. Танысақ та, танымасақ та, ол маған неге амандаспайды, мен оған неге амандасу керек деген секілді нәрсені айтпаңыздар. Біз өз табиғатымыз үйреніп қалған ғой. Міндетті түрде бізбен біреу амандасу, неге біз біреу танысақ қана оған амандасуымыз керек. Танымасақ оған неменеге амандасам деп мысалы айтқанда. Пайғамбарымыз өз сөзінде айтады, таныған да танымағанға да бірінші не дейді? Бірінші болып сәлем бер деген екен. Адамның жүрегіндегі менмендік нәпсіні құлату мына инемен тауды құлатқаннан ауыр дүние.
ең негізгі қызық осы жаңағыдай ғалымдар айтқан секілді Рамазаннан кейін де басталуы мүмкін. Сіз Рамазаннан кейін тақуалық қалпыңды сақтай аласыз ба? Яки болмаса бір осы күйімізде, осы қалпымызда кейін біз намазға келе аламыз ба, құптан намазына? Осы қалпымызда мысалы құптан намазына жинала аламыз ба, мысалы айтқанда? Алла соған нәсіп етсін иншалла. Алла сол жақсылыққа нәсіп етсін. Сондықтан құрметті мұхтарам жамағат, Алла елшісіне дейді, өзіне тілеген жақсылықты өзгеге тілемейінше толық мүмин бола алмайсың дейді. Тараух бітті ме? Тараух намаз қазір бітеді, Алла бұйырса. Оқып бітесіздер. Сосын жаңағы айтқан нәрсені ұмытпаңыздар. Ағайын туысқандарыңызға қоңырау шалыңыздар. Оразаларыңыз қабыл болсын деп. Ата-аналарыңызға звондап бір қоңырау шалып қойыңыздар. Болмаса бір құрма алып беріп жіберіңіздер, ораза айы құтты болсын деп. Пайғамбарымыз мына сөзі бар ғой жаңағыдай, қияметтегі ауыр тартатын дүние Алладан қорқу және де көркем мінез деген екен. Алладан қорқу ол қалай айтсам болады? Иә, намаз, ол ораза, тақуалық, онсыз ол міндетті түрде. Алладан қорқу дегеніміз ол да сол біреудің жаңағыдай ақысына кірмеу, біреудің ала жібін аттамау, біреуді былайша айтқанда ақысын жемеу. Болмаса жаңағыдай ренжітіп алудан қорқу. Ол құлшылық дегеніміз ол тек қана 5 парыз ғана емес. Құлшылық дегеніміз сіз бен біздің жаңағыдай береке бірлігіміз жатыр. Мызғымас ниетіміз жатыр. Алла елшісіне дейді, бір мұсылман адамның қолын көреді ғой, күс басып кеткен, жарылып кеткен қолды көреді. Сол кезде Алла елшісі әлгі қолды қысып тұрып айтады ғой, Алла тағала осындай қолдарды жақсы көреді деген екен дейді. Әрекетке берекет. Дұға жасаңыз, амалыңызды жасаңыз. Амал жасаңыз, дұғаңызды жасаңыз. Алла береді. Бүгін болмаса да келесі уақытта береді. Амин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Бирахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар. Амин.